Өшір камераны. Ескертілді ғой братан. Жоқ, ескертілді ғой. Тұрақ ұнамай маған екен, шығып кете беріңіз önce. Жоқ. Сәлем достар, бүгін бізде қонақта депутаттарға қарағанда қатты алдайтын, жалпы бұл кісі жайлы көп айта берудің қажеті жоқ. Бұл кісі жайлы көп сөзде жоқ өзі. Арнайы Шымкент қаласынан келіп отқан Джем Пранкс. Ғанеке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қызылорда қалай, ұнап жатыр ма? Қызылорда керемет. Осы Жасик деген інімнен сұхбат алу керек деп маған неған екен, мен сразу сұхбат деген нәрсеге мен қатты дайындалдым. Сразу сұхбат деген нәрсені естідім ба, сразу шугарик, мұгарик, бикини бәрі цыптай қылып дайындалып келдім сұхбатқа. Барлық жеріңізге шугарик істеп келдіңіз ба? Полный. Сақалыңызға шугарикке ақша жетпей қалды ма? Жоқ, ақша жетеді ғой, просто за проездге қалсын дедім. Проездге? Қайтарға бензинге. Бата мақұл. Сізге сол шугарик істеуге біздің бағдарламамыздың атынан сыйлық, Ержанның, Марданның, Әбудің артынан сыйлық 20 теңгеден шығарып жаңа жинап алғанбыз. Молодец. Шугарик. Как раз Шымкентке барған кезде біраз уақыттардан кейін бикиниге жарап қалады. Обычно бикиниге істедім. Шугарикке ақша болмайған кезде. Ал кеттік. Қызық болған ма? Былайша. Бірден сұрақтарымды қоя берейін. Не үшін Джем Пранкс? Джем Пранкс дегенде ол негізі ГМ Пранкс. Гани Маулен деген. Ат жөніңіз ба? Ат жөн. Пранкс жағын бұл жерін білесіздер. Былайша көріп жүрген шығарсыз, андай бар ғой деген контент. Қандай сұрақтар қойылатын? Былайша ма? Иә. Былайша көрдік, бірақ енді бізге нормаль сұрақ қояды деген ойдамыз. Тәрбиеңізге қарай ғой? Тәрбиеге байланысты? Иә. Еркекке бар ғой, емшекті не үшін жаратқан? Емшекті? Иә, не керек бар ғой емшектің? Жаурағанда қатайып қалу үшін, тұрып кету үшін. Жаурағанда немесе қозған кезде тұрып кету үшін шығар, может. Тым қозған емес қой. Сені тұрмай ма? Емшегім бар. Тұра ма, тұрмай ма? Күлетін бірдеңе болады ма негізі? Күлетін тым Қазақстанның сиырлары бар ғой. Осы Американың сиырларының мөңірегенін түсіне ма? Қазақстан сиырлары Сәрсенбайдың сиырынан сұрап көру керек, ауылға барған сұрап көрейінші. Сәрсенбайдың ала сиыры бар, сол сұрап көру керек. Бірақ сиырларға ісім түспепті бірақ. Сәрсенбай түсіне ма бірақ өзінің сиырын? Ең бірінші боқтауыт шығарған адам өзінің боқтау атқанын қаяқтан білген? Ең бірінші боқтау шығарған адам дейсің ба? Так, ең бірінші боқтау шығарған адам. Так, келесі сұрақ. Судың астында қызу жұмыс істесе адам терлей ма? Терлемейді. Андай бар ғой, қақсып жүрген адам болады ғой. Андай болады, темекі шегетіндердің арасында темекі жоқ болса, қақсиды да, іздейді да. Ломка істейсің ғой. Ломка дейма нейді темекіні. Сол қақсу ғой. Қақсып жүрген адамға барып темекі берсең, жақсылық істеген бола ма, жамандық істеген бола ма? Жақсылық істеген деп айта алмаймын. Жамандық. Жамандық істеген деп айта алмаймын. Но бірақ енді алкашқа мысалы үшін 100 теңге берсең, ол барып арақ ішеді ғой. Жақсылық істеген деп жоқ, ондай емес. Адам ең бірінші қалай көбею керек екенін қақтан білген, бүйтіп барып көрген ба қалай ол? Қақтан білген. Қалай көбею? Ең бірінші көбею керек екен. Жоқ, мен негізінде ұяты бар пранкердің. Негізінде шілде бұндай ұяты сұрақтарға жауап жоқ. Келесі сұрақ. Мысалы, сиырды сау керек екенін қақтан білген, барып желінен тартып көрген ба? Сиырды сау керек екен ба? Сиырды сау керек екен. Бұзау ем болған кезде ұстап кеткен шығар, может. Содан кейін мынаны ішіп көрейік деп бір ішіп көрген шығар енді.
Адам велосипедке үстіне мініп алып жүрсе, айдадым дейді ғой. Адамның үстіне мініп алып жүрсе не дейді? Міндім дейді. Сіздікі GM пранк қой. Mesela Қайрат Нұртас KM деп логотип істетіп алды. Ернар Айдар EA деп логотип істеп алды. Аша Матай неге логотип істетпейді өзіне? Аша Матай ма? Иә. Аша Матайдікі ма? Сүйген адам дейді да. Жүректе дейді ғой. Неге бүйректе емес? Неге ішектердің арасында емес ол? Неге жүректе? Жүректе деп енді дұрыс қой, енді негізінде жүрекпен қалайды ғой любой нәрсе, бүйрекпен қаламайсың ғой. Дұрыс па? Оң бүйрегім бұрып тұр деген бар. Сен, например, қатты су ішкің келіп тұрған кезде, сен бүйрегің қалай ма, жүрегің қалай ма, қай жерің қалайды? Су ішіне қысады ғой. Су ішіне қысады ма? НЛО деген бар ғой, жат планеталықтар бар ғой. Соларға біз жат планеталық боламыз ба? Жоқ. Өйткені олардың тұрып жатқан не еді, планеталарын біз барып көрген жоқпыз әлі. Сондықтан біз өзімізбен өзіміз көрейікші. Қолтырауым бар ғой, крокодил. Сол бауырмен жорғалай ма, әлде жатып алып жүре ма? Бауырмен жорғалайды. Сидит көбісі. Неге үй жаққа Ғани деген магазин ашып алмайсыз? Ғани деген магазин ба? Иә. Магазинге қызықпаймын мен. Көп. Обязательно Ғани болу ба? Көп қой сондай Ғани. Мөлдір деп неге ашып қоймайсыз? Мөлдір деп? Мөлдір деген кім ол? Вообще мен танымаймын. Біздің даже біздің әулетімізде жоқ ат қой ол мөлдір деген. Ақылы көп адамның шашы түседі дейді да. Әйелдердікі неге түспейді вообще? Әйелдердікі ма? Енді әйел болу. Әйел болған кейін түспейді. Әйелдің ешке түспейді, короче. Тек суретке түседі ол кісілер. Анда коронавирусты білесіз ба? Сол кеше менде коронавирус болып қамап тастаған тұғын. Қашып шықтым кеше. Анкерлерге негізін ондай қылтың-пылтың нелер ол. Неге? Ескертілді ғой бәрі. Ескертілді. Масықтау емес пе? Масықтау емес. Маған мысалы үшін маска керек жоқ. Мен сақалым бар. Мен тағы болайын ба? Сақал сияқты ғой. Кішкентай болған әші шығып тұрған сияқты мені шығып тұрған сияқты лучше қолын жауып тұрсың. Үйге қонақтар келеді ғой. Солар неге өзінің зарядкасымен келмейді? Ұмытып кеткен шығар. Асығып жүр. Мен де ұмытып кеттім. Зарядкаң бар ма, айфонға жоқ па? Телефонымда зарядкасы отыр. Андай адамдарды неге шақырасыңдар, Ержан? Зарядкасымен келсін да келетін адам. Андай ғой, адамның 70% судан тұрады ғой денесі. 80%. 83% судан тұрады ғой, негізі адамның. Неге бірақ қан шығады бір жерін кесіп алса? Қанның құрамында да су бар ғой. Дейді, иә. Ондай логикалық сұрақтарды негізінде мен ала алмайсың. Ала алатын адам неге шақырмайсың да, Ержан? Енді Ғанеке, бұл сұрақтардан бөлек инстаграмымыздағы комментарийдағы сұрақтарды оқиын. Адамына ілінбей жүрген ғой бұл ешек дейді. Адамына ілінбей жүрген бұл не деді? Бұл ешек. Бұл ешек? Иә. Дәл өші жазған ешек. Дәл сол сөзді 1 метр алдында тұрып айта алмайды. Бұндай любой адамда бар ғой. Жаңағы хейтер дей ма, нейді, негатив жаздыңдар. Ол телефонный герой дей ма, нейді, сондай сияқтылар ғой. Өзі бола алмайды, болғанды көре алмай жүретіндер. Так, Мансурова 32 дейді. Біреуге күлкі, прикол керек шығар, бірақ менің жыныма келеді осындайға. Адамды жынды қылып қылғанына дейді. Адамды жынды қылғанына.
осыдан кейін біреуге көмектеспейді. Қазіргі кезде жастар сондықтан қатыгез деп біреу күйініп тұрып жазыпты. Именно соған пранк кінәлмеген. Бір пранк болған шығар, көмектеспейші деп алдаған пранк па? Сондай болып тұрған ғой, соның комментарий болып тұрған ғой. Ойыннан от шықпасын дейді, астафыраллах дейді ғой. Енді болған сізге сыныш көп дегендей, ол ар жақта отырып алып ілгіш бола беретіндей көп. Замбо әбеке, жігіттер басқа іспен айналыссаңдар, сақалды сапситпай дейді. Басқа іспен айналыспай дейді? Басқа іспен айналыссаңдар, сақалды сапситпай дейді. Кім дедің жаңа? Замбо әбеке. Замбо әбеке. Итеркіламын бар ғой. Короче, ол ғой. Басқа іспен айналыссаңдар, тағы да басқа деген жаңағыдай ақылды сұрақтар да жаңа. Үлкен рахмет біледі. Негізінде осындай ақылды сұрақтар, не сұрақ емес жаңа, пікір білдіріп отырғандарыңызға. Ол да болса негізінде пікір саналады, дұрыс па? Ол менің негізінде сіздер не қылдым маған негативті жазған сайын сіздерге рахмет айтамын. Біріншіден, менің бір күнәмді сіздер өздеріңіз аласыздар. Екіншіден, менің видеомның жоғары қарай көтерілуіне, рейтинг көтерілуіне сіздер көмектесесіздер. Рахмет. Так что, бірақ шешеге кетқанымдар. Қанеке, бұлайынша болмайтын пранктарды көп түсіріп жүрсіз ғой? Болмайтын пранктарды. Соның арасында теу кеше Қырғызстанның базардағы кісі, сол жайлы аз уақыттың ішінде көп просмотр жинап, жалпы біздің тілмен қатты өтіп кетті ғой. Сол кісі шынымен пацаны болмайды, шынымен сол базарда колготки, түрсүй, левшик сататын. Колготки, түрсүй болғанда негізінде действительно біз оған даже пранк түсіреміз деген ойымызда болған жоқ. Біз сол жерде өтіп бара жатқан кезде еркек адам, ер адам қыздар іш киімдерін сатып тұрғаннан кейін оппана мынаға пранк жазаймыз деп сол жерде именно сол жерде уже құрастырылып кеткен импровизация болды. Дайындық жоқ. Дайындық жоқ, ойыма не келді оны сезе алдым. Қанеке, жалпы жасыңыз нешеде? Жасым 39-а. 39-ға вообще ұқсамайсыз. Вообще 39-ға ұқсамайды бұл кісі. Енді көбісі солай жас береді негізінде. Жассыз иә. Жас бір 38 жасар сияқтысыз ғой. 38. Мада жоқ, прикол. Баяғыда тоймен айналысқаным бар, содан. Өтті деп ойлай салайын, а? Өтті. Өтті деп ойлай салайын деген рептейсіңдер ғой. 39 жасқа келіп, осындай 39 жасқа келіп, бір жеріңіздің жүні ағарған кезде, бұл тірлігіңіз пранк түсірген жалпы дұрыс па, дұрыс емес па? Осындай жасқа келіп. Сен қалайсың да бір жерің жүні ағарғанда, а? Серьез айтып отырсың, Қанеке? Жоқ, қалайсың да бір жерің жүні ағарғанда? Ей, Ержан. Сұрақ қой, жалпы. Нормальный сұрақ қой, брат. Нормальный сұрақ қой. Ей, кімді бұндай сұрақтарыңды? Бұндай сұрақ ұнамай ма Қанеке? Ой, нормальный сұрақ қой. Нормальный сұрақ қой. Өшір камераны. Ескертілді ғой, братан, дұрыс па? Жоқ, ескертілді ғой. Ескертілді ғой. Сен маған қызықты сұрақтар болады дедің, дұрыс па? Қызықты сұрақтар болады дедің. Нормальный сұрақ. Жоқ, сұрақ ұнамай ма Қанеке, шығып кете беріңіз өңше. Таза. Бәрі ескертілді. Бәрі айданан. Контент. Қалай сонда? Контент қой енді Қанеке. Біздің контент қой. Біраз істеп жатқан. Кімді қойдың сен контентіңді? Братан. Жоқ, ұнамай ма? Жоқ. Жақынама, кеттім саған. Біраз шумыңды берсін. Қанеке, ұнамай ма? Шығыңыз да кете беріңіз. Мен жақсап көрейін. Бұл пранк. Бұл пранк. Без обид. Пранк деген ағайын осындай болады. Базар жоқ. Ощущение қандай? Қандай сезімде болдың? Ей, серьезно деп ойлап отырмын ғой. Нормально, ренжіме, бұл негізінде пранк. Хорошо? Сен негізінде басында вообще ойламадың мен осындай бірдеңені тығып жібереді араға. Жоқ, ойлы, бірақ мен сұхбаттың кезінде де ойлаған жоқ. Сыртта бірдеңе болып қалмаса деп ойлағам. Сыртта бірдеңе дегенде жаңағыдай сұрақты өзің қаяқтан алдың сен? Комментарийден алдың ба, немесе өзің ойынан шыққан нәрсе ма? Жаңа сұрақ па? Жаңа сұрақ. Комментарийден алған ғой. Комментарийден ба? Өйткені мен ондай бір-екі комментарийді негізінде оқығам, бір жерің ағарғанда сақалың сапситып деген сияқты. Менің бір жерінің жүнінің светін негізінде менің әйелім білмейді, сендер қайдан білесіңдер? Таңғаламын сендерге бар ғой. Короче, жақсы сұхбат болды.
иә сұрақ жалғасы. жүрегің қалай дық ұрып тұр? Адреналин алдың ба? Адреналин. алдым иә Главный адреналинсің болды. Жоқ, пранк болғанына шүкір Мен сенің деп өміріңді, жоқ, мен сенің өміріңді дәл қазір осы тұрғанда бір как он қанша бір 2 сағатқа ма созып бердім. Адреналин негізінде адам өмірін ұзартады. Так что мен пранкмен түсіп қалғандар маған рахмет айтсаңыздар болды. Так. Қанеке ағай сұрақ жалғастыра берейік. Иә, кеттік жалғастыра берейік. Қосылды ма? Жалпы Қанеке деп уже жай басталды. Абайлап қойғансың уже. Қанеке отбасыда нешесіздер? О, міне жақсы сұрақтар екен. Бағана сұрақтар Жалпы Қанеке неше ағайындысыз отбасыда? өзім бауырларымнан ба? Иә. Осындай ғана сұрақ қоя алатын болып қалдым ғой, айта беріңіз. Иә. Біз 6 ағайынбыз. 3 ұл, 3 қыз. Жоқ, пранк негізі қалай басталды? Қалай қаяқтан бастадыңыз? Қалай ой келді бүйтіп? Маған общем ой келген жоқ. Негізінен мен мектеп жасында шамалы өте жуастау жігіт болдым. Жуастау деген чорт деген ба? Жоқ, чорт емес, слишком жуастау деген. Жуас болғанда қалай ешкімді ренжітпейтін, ешкімді ұрмайтын деген сияқты сондай бір жігіт болдым. Тәртіпті жігіт болдым өте. Ол кезде бізде камералар қандай еді? Ана фырт деген анау еді, Motorola деген телефондар ғой, сондайлар еді бізде. Өте андай не еді? Бір күні істеп неған жоқ па, не еді қалай айтсам болады сендерге? Таза кеткен телефондар болашы. Ешқандай бір бойында күнә жоқ телефондар да. Қазір телефон мына ұқсашының біздің ұстап жүрген телефонымыз күнә батқан телефон ішінде. Былығы да бар, сылығы да бар, бәрі бар. Жоқ, мен телефоным күнәға батпаған. Жұманың кезінде жұма мүбәрәк болсын деп салып тұрады мен телефоным. Бәріміздің телефон сол. Историяға неге? Бар жақсы соткілер. Жұмада жұма не қылып, қайырлы таң деп жіберіп тұратын соткілер бар. Инстаграмда хочешь, не хочешь бар ғой. Тамақ, әдемі қала, тамақ, опана деген, опана, жопана шығып кетеді, білесің ғой? Ол өзден шығып кетеді. Ұйқым келіп отыр ма? Сіздің әңгімеңізден ұйқы келеді ғой негізі. Что-то көзім отырып қалды. Жалпы осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Қанекең тазасы көп мақтанады екен ғой. Тазасын айтайын. Бітті, Қанеке рахмет бар. Әзіл көтереді, ойын көтеретін біздің ағамыз Шымкентте арнайы келіп отыр, бүгінгі біздің контент түсіруге бола. Жақсы рахмет. Бірақ негізінде шугарник жақсы дейді екен Шымкентте. Қызылордада ше? Енді Шымкентте үлгірамай қалған жерімді Қызылордада істедім. Бикинигімде. Базар жоқ. Жақсы. Ауыртпайсың. Вообще қызым су көтті ма? Ол бағана аяқтай салу керек не? Жақсы рахмет. Жақсы. Подписчиктеріңіз көбейе берсін. Сендердің де осы жан еді. Контенттің аты ма? Иә, контенттің аты. Андай бар ғой. Андай? Не қандай? Қандай бар ғой? Андай бар ғой бізде. Қандай бар? Андай бар ғой? Қандай бар? Короче, бүйтіп біреу келатады ғой, дейтін әңгіме ғой біздікі. Андай бар ғой деген сөздің басы ғой негізі. Андай бар ғой деп бастайды ғой бәрі. Біздікі де андай бар ғой, осы шугаринг істеткен кезде деп бастайды ғой. Каналдың аты андай бар ғой ма? Каналдың аты Жасикус. Жасикус? Бәрі кус е. Адикус, Жасикус. Сенікі авиа ме қандай басы? Просто Жасикус. Авиа деген жоқ, сен білсейсің. Жаве Жасикус деп Жаве Жасикус. Каналдарыңа дами берсін, каналдарың сәттілік, осындай қазақша YouTube каналдары дами берсін. Аумин. Бір десеймін.